Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін өзімнің арнамда үй жағдайында жасалатын өте қолжетімді бағада, ешқандай да бояғыш заттарсыз, ағзаларыңызға ешқандай зиян келтірмейтін IST сусынын жасап көрсеткім келіп тұр. Бір пайдасы, дүкендегі IST-ден гөрі үй жағдайында жасалған IST өте пайдалы және ешқандай да шығынсыз болады. Ең алдымен IST-мізді жасамас үшін өздеріңізге қажетті осындай үлкендеу ыдысқа суларыңызды құйып қайнатып аласыздар. Менде мына жерде 6 литр судай. Осыны енді бір қайнағанша күтетін боламыз. Ол қайнағанша мына жақтағы осындай IST-мізге пайдаланатын каркаде деген чайымыз осыдан 25-30 граммдай алып алатын боламыз. Бұл чайды барлық дүкендерде, чай сататын жерлерде сатылады. Енді суымыз қайнағанша оған дейін мына лимондарымызды турап дайындап алатын боламыз. Мен осындай лимон, бір лимонның жартысын қостым. Одан кейін бір дана апельсинімді осылай бөліп майдалап турап алдым. Енді кезекте осындай қазіргі жазда пісіп жатқан кішкентай алмалар, бұны қоссаңыздар да болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Мен дәмі ерекше болып шығу үшін өзім осындай 3 штуктай қосып жібердім. Барлығын осылай майдалап турап аламыз. Одан кейін барып осындай миятамызды жуып тазалап, оны да қосуға дайындайтын боламыз. Біздің суымызда қайнап, дайын тұр қыздар. Осы қайнап тұрған суымыздың үстіне жаңағы дайындаған каркаде чайымызды салып, 1-2 минуттай қайнатып алатын боламыз. 2 минуттан кейін осылай бағанағы салған чайымызды сүзіп алатын боламыз. Енді бұл бізге қажеті жоқ. Егер де тастауға обалсынып жатсаңыздар, тағы да бір 3 литрлік суға осылай қайнатып алсаңыздар болады достар. Чайымызды суымыздан сүзіп алдық. Енді кезекте қайнап тұрған осы суымыздың үстіне қантымызды салып, бір рет араластырып жіберетін боламыз, қантымыз ерігенше. Енді осының үстіне жаңа дайындап қойған миятамызды, апельсинімізді, лимонымызды және де алмамызды барлығын салып алатын боламыз. Тағыны жақсылап 1-2 рет араластырып алып, кішкене 5 минуттай қайнатып алатын боламыз. Біздің суымыз қайнағаннан кейін осындай миятамыздың дәмі ерекше болып шығып, лимондарымызда дәмін келтіріп тұрады. Осылай бір қайнатып өшіріп қоятын боламыз. Суығаннан кейін барып сүзіп алып, өздеріңіз қалған ыдыстарыңызға осылай құйып, холодильниктеріңізге салып, суытып ішсеңіздер өте керемет болады күннің ыстығында. Қыздар, дәл осы IST сусыны дүкендердегі қымбат сусындардың дәмінен асып түспесе, ешқандай да кем түспейді. Міндетті түрде осылайынан жасап өздеріңізде ішіп көріңіздер. Және де қыздар, егер қаласаңыздар, дүкендерден осындай одноразовый баклажкаларыңызды сатып алып, дүкендерге осылай сатылымға шығарсаңыздар да болады, егер қаласаңыздар. Ал мен күннің ыстығында шайдың орнына осы сусынды шөлімді қандырып, рахаттанып ішіп алатын боламын. Егер сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма жазылып, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып кетіңіздер достар. Мен сіздермен осындай керемет рецепттермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.